Саламатсыңдар ма 4-ші сынып білім алушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесінің маңызы. Бүгінгі сабақта жүйке жүйесінің маңызы туралы, жүйке жүйесінің гигиенасын сақтау жолдарын үйренесіңдер. Тірек сөздер: сезім мүшелері, сипап сезу, иіс сезу. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейік. Иісті қалай сеземіз? Дәмді қандай мүше арқылы сеземіз? Тері арқылы нені сеземіз? Жарайсыңдар, сендерді дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Иісті мұрнымызбен сеземіз, дәмді тіл арқылы білеміз, тері арқылы ыстықты, суықты сеземіз. Енді осы ақпараттың барлығы қай мүшеге барады деп ойлайсыңдар? Әрине, жүйке жүйесіне барады. Енді бейнероликке назар аударайық. Ми басқару орталығы ретінде қызмет атқарады. Яғни барлық ішкі мүшелердің жұмысы туралы ақпарат оған беріледі. Сондай-ақ ми келесі 5 сезім: көру, есту, дәм сезу, иіс сезу және түйсіну сезімдері арқылы қоршаған ортадан түсетін ақпаратты қабылдайды. Алынған мәліметтер негізінде ми шешім қабылдап, жүйке бұлшықеттер арқылы әмірлерін жібереді. Осылай ми шешімдерді қабылдайды. Ақпарат жүйке арқылы бұлшықеттерге беріледі, ал бұлшықеттер мидан алынған әмірді орындайды. Ми біздің еркімізге бағынатын және бағынбайтын іс-әрекеттерді басқарады. Еркімізге бағынатын әрекеттер дененің басқа мүшелерімен және ой үдерісімен байланысты ойластырылған қимылдар. Дегенмен, ми басқаратын кейбір үдерістер сананың қатысуынсыз орындалады, немесе орындау кезінде біз ол туралы ойламаймыз. Олардың кейбір түрлері жүрек және ас қорыту қызметтері болып табылады. Біз кейбір іс-қимылдарды өте жылдам және еркімізден тыс автоматты түрде орындаймыз. Біздің өміріміз осыған жиі байланысты болып келеді. Ыстыққа тигенде қолды тартып алу, қауіптілік жағдайында көзді жұму сияқты рефлекстер біздің қауіпсіздігіміз үшін өте маңызды. Адам айналасындағы заттар мен құбылыстарды сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Олардың 5 түрі бар: көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу. Көз арқылы болып жатқан құбылыстарды, жарық пен қараңғыны, түстерді ажыратады. Есту мүшесі арқылы қоршаған ортадан әртүрлі дыбыстарды естиді. Иіс сезу мүшесі арқылы ауадағы жағымсыз иістерді, зиянды газдарды сезіп, олардан сақтанады. Дәм сезу мүшесі арқылы тәттіні, қышқылды, ащыны ажыратады. Сипап сезу арқылы заттың пішінін, қатты мен жұмсақты, ыстық пен суықты біледі. Бұл үдерістер жүйкелер арқылы жұлынға және миға жетіп, ми келген ақпаратты өңдеп, жұлынға жеткізсе, жұлын жүйкелерге жеткізеді. Жүйкелерден мүшелерге таралады. Адамның барлық іс-әрекеті жүйке жүйесінің қызметімен байланысты. Сондықтан жүйке жүйесі гигиенасын сақтау қажет. Ой еңбегінен кейін таза ауада серуендеп, үй шаруасына көмектескен жөн. Дұрыс ұйымдастырылған күн тәртібі де жүйке жүйесі гигиенасын сақтауға көмектеседі. Невролог ми, жұлын, жүйке жүйесін емдейтін дәрігер маман. Бала неврологтың қабылдауына барды. Ол балаға мынадай ақыл кеңес берді: оларға түсініктеме беріп көр. Бұл әрекеттер жүйке жүйесіне қалай көмектеседі? Өз жауабыңды айт. Енді балалар, сезім мүшелері қалай жұмыс істейтінін зерттеп көрейік. Зерттеуге арналған нұсқаулықты негізге ала отырып, бір оқушының көзін байлайық. Оқушыға сөмкеден кез келген затты алып, сипаттап айтып беруді және затты атауды сұрайық. Ойыншыны ауыстыру арқылы ойынды жалғастыра береміз. Соңында қорытынды жасаймыз. Екінші тапсырмада әр оқушының қолына сусын құйылған бір стаканнан береміз. Дәмін татып көреді. Дәм жазылған параққа стаканды қояды. Соңында қорытынды жасайды.
Балалар, сендер білесіңдер ме? Адам денесіндегі ең сезімтал жер саусақтардың ұшы. Көзі нашар көретін адамдар арнайы харіптермен жазылған кітаптарды саусағының ұшымен сипап отырып оқиды екен. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жүйке жүйесінің маңызы туралы, жүйке жүйесінің гигиенасын сақтау жолдарын үйрендіңдер. Бүгінгі сабақтарыңда жоғары нәтиже көрсетеді деп сенемін. Келесі кездескенше қош сау болыңдар балалар.